Елімізде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен кейін адамдар көптеп зиярат етіп баратын жерлердің қатарында Үкаш Ата кесенесі десек қателеспейміз. Айына 1000-нан астам халық келетін жер аңыз-әңгімеге толы екені бәріне мәлім. Үкаша ибн Михсан Мұхаммед пайғамбардың жүзін көрген сахаба және ең жақын адамдардың бірі болған деседі. Кезінде осы оңтүстік өңірге ислам дінін таратуға келген Үкаша сахаба жауларының қолында мерт болып, басы шабылған. Бір қызығы, кесілген басы жота асып түсіп, сол жерде құдық пайда болған деген әңгіме бар. Алайда бұл оқиға аңыз болып есептелгендіктен ешқандай қағаз немесе құжат түрінде расталмаған. Осы себепті де біздің қоғамда аталған тұлға туралы пікір екіге бөлінген. Үкаш Ата деген бар аяқта оңтүстікте. Шелегіңді лақтырасың бар. Күнәңді анау шешіп береді сен. Күнәһарсың ба, күнәһар емессің ба? Ойлана алмайтын ақымақтарды ақымақ қылып отқан кішкентай бір не? Ақша табу құралы. Ойлана алмайтын ақымақтарды ақымақ қылып отқан ақша табу құралы. Тарихты аңыз құртады дейді. Ондай болатын болса, Үкаша ол бұл жаққа келмеген екен. Ол кісінің денесі әлі сол араб жерінде сояқта қойылған. Шындықты айту керек. Бұл адамдарды алдап ұзаққа бармаймыз. Біліп алсын, сол кісілер біліп алсын мына нәрсені. Үкаша Атаның қабірі емес ол жер. Бұл біздің ол жерлерге ол сахабалар келмеген ол. Үкаша Атамыздың қайтқан жері ол жер емес ол жер. Қабірі емес ол жер. Бүгінде бұл жер мемлекет тарапына өтіп, киелі объектілер қатарына кірген. Жоғарыда айтқан мән-жайды өзіміз анықтап көру үшін Үкаш Ата кесенесіне арнайы бардық. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Көптен күткен жаңа серияларыңыз шықты алдарыңызға. Бұл жолы біз қайтадан Түркістан облысы Үкаш Атаның кесенесіне келдік. Бұл Үкаш Атаның кесенесі енді халықтың ішінде қатты танымал жер. Бұл жерге көліктердің санынан біле берсеңіздер болады, қанша адам келіп жатқанын. Бұл жерге адамдар неліктен келеді? Үкаш Ата деген кім? Қандай сахаба болған? Неліктен бұл жер біздің елімізде киелі болып саналады? Бұл жерде кесенеден бөлек құдық бар дейді. Ол құдықта бір адамға су шықса, бір адамға су шықпайды дейді. Оның себебін біреуінің күнәсі көп, біреуінің күнәсі аз деп есептейді екен. Бұндай рәсім қаншалықты шындыққа жанасады? Адамның күнәсі құдықпен өлшенеді ма? Шын мәнінде жоқ әлде басқаша түсінік пайда болған ба? Соның бәрін бүгін сіздермен анықтайтын боламыз. Алайда достар, біз бұл жерде видеомызды шығарылымызды бастамастан бұрын алдын ала шырақшамен сөйлесіп шықтық. Бұл жерге біз мемлекеттің қарауына өткен екен бұл жер. Сондықтан да алдын ала біз қазір Түркістанға қайта қайтып, рұқсат қағазымызбен ғана түсірілімге рұқсат алып өткенбіз. Енді ол қалай? Соны бірге көретін боласыздар. Достар, қызықтың бәрі біз съемканы бастай салып болды. Енді шырақшы бізге рұқсат алып келіңдер, сол кезде ғана түсіре аласыңдар деді. Жалпы енді жаңағы территориясынан шығып бара жатқанымызда жаңа байқасаңыздар, мен дәл шырақшы туралы айтқанда ол кісі артымызда келе жатқан еді. Сондай бір кездейсоқ болып қалды, артымызда келе жатқан еді. Енді біз қақпадан шыға берсінде, артқы айнаға бір қарасам, жаңағы шырақшы телефонмен менің көлігімді түсіріп тұр екен артынан. Мен лезде артқа қайттым, түсіндім. Бір жерге бір ақпарат беріп, жаңа осындай журналистер келді деп айтып жатқан шығар. Жалпы енді бірден тоқтадым да, артқа қарап қайтып, ол кісіге айттым. Егер де бір біз жақтан ақпарат болмаса, менің аты жөнім, менің бір құжаттарым керек болса, мен қазір сізге көрсетейін деген едім. Бірақ жоқ, мен көлікті түсіріп жатырмын деп сразу ақталды. Енді білмеймін, мен үшін қазір бірденнен күмән келіп жатыр. Неліктен бұлар қазір бірден бұлай сақтанып, қазір кішкене жаңағы қыбырлай бастады дегенім. Бұл тек қана ішке күмән келтіреді. Сондықтан да достар, қызықтың бәрі енді басталып жатыр. Қазір Түркістанға дейін 45 шақырым. Біз негізі осы жерге осы шақырымды жүріп келдік та, енді қайдадан
90 шақырым барып келу керекпіз. Ол жерде қазір қалай болады, ол да белгісіз. Енді экраннан алыстамаңыздар. Енді осының бәрін жақсылап көрсетеміз. Негізгі біздің ниетіміз бұнда негативтен бастау емес еді. Ал көріп тұрсыздар, өздері алып келіп жатыр бізге негативті. Ойымызға жаман ой салып жатыр. Біз не істейік бұдан кейін, достар? Енді күле бересіңдер деп айтасың. Мынандай әрекеттерге қалай күлмейсің? Бізге қорықшы кешкі 7-8-ге дейін істейміз деді. Мүмкін қазір бізде күмән бар, ерте жауып қою мүмкін, Дидар, ерте жауып қою мүмкін қазір. Бізге мүлдем түсірткізбей. Бірақ достар, сіздер білесіздер, біз бірден қайтатын адамдар емеспіз. Соңына дейін жеткізіп, барлық материалды жинамайынша біз кетпейміз. Бізде әлі осы жерге жоспарлап келген негізгі күніміз бір-ақ күн болатын. Таңертең келдік, міне түсіріп, кешке дейін кететін ойда болған едік. Егер де тағы бір күн қажет болса, біз тағы бір күн қалып, осы жерде соңына дейін жеткізетін боламыз. Бұның барлығы толық ақпаратты шығару, бұл жер туралы көпке нақты ақпарат менімше жоқ. Көп сұрақтар бар. Қалай Үкаш атаның басы кесіліп, бұл жерде аңыз бойынша жаңағы кесененің ұзындығы 22 метр. Ол Үкаша ибн Масхиб деген кісі сахаба өмірде Мұхаммед пайғамбардың кезінде телохранитель дейді ғой, оққағар ретінде болған адам екен. Ал енді ол кісінің бұл жерге қандай қатысы бар? Пайғамбар қайтыс болған екен, ол осында қоныс аударған дейді, осылайша қалып қалған дейді. Оны жаңағы өзінің жаулары таңғы намазын оқып жатқан кезде басын шауып жіберіп, ол басы домалап барып, жотадан өтіп барып, тоқтаған жерінде құдық пайда болған дейді. Осының бәрі жаңа құдықтың тарихы, болмаса жаңа Үкаш атаның тарихы барлығы расталған ба? Жалпы археология саласы бойынша осы жерде қазба жұмыстары болған ба? Сүйектер табылған ба расында? Ол қалай, бұл жердің, бұл ақпараттардың бәрі қалай пайда болған? Бізге сол үлкен сұрақ болып тұр. Қаншалықты ол дәлелденген? Аңыз емес, бір кішкентай да болсын нақты бір ақпарат бар ма? Соны бүгін анықтап көрейік, достар. Жалпы бұл жерде біздің сену-сенбеуімізде емес, журналист ретінде біз тек фактті ақтарып, сіздерге соны көрсетсек деген ой. Жалпы осы. Әзірге қазір жолға шықтық, ары қарай өте қызық болды. Достар, Түркістанға да жеттік. Қазір міне Әзірет Сұлтан жаңағы қордың, музей қорының әкімшілігі осы жерде. Қазір сол кісілермен тілдесіп, бүгін негізі біз тура 25 мамырда келіп тұрмыз. Бүгін соңғы қоңырау, енді сонда да жұмыс күн емес, бүгін сенбі күн. Бірақ кісілер істейді ме, істемейді ме бізге әлі белгісіз. Қазір кіріп, сұрап білетін боламыз. Енді жалпы біздің мақсат қалай да болсын рұқсатты алу, олсыз бұл жерден қайтпау. Сондықтан да ары қарай көріңіздер, қазір көрейік не болатынын. Жаңа айтқанымыздай, достар, сенбі күні ешкім жұмыс істемейді. Сондықтан да бұл жерде көп тұрмай, Қожа Ахмет Яссауи атындағы кесененің өзіне барып, сол жерде мән-жайды анықтауға кірістік. Осындай екен, достар, келдік қазір. Біз журналистеріміз өзіміз, бізге рұқсат керек. Сөйле деген бағдарлама. YouTube арна, Алматыдан. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Сөйле бағдарламамыз журналистеріміз бар.
сөйле бағдарламасы. Бізге аға Лукаш атаға барған едік. Айтты, сіздерден рұқсат сұрау керек деді съемкаға. Иә, соны сол бойынша келгенбіз ба? Қандай жерде? Оны Сонда қалай біз қызмет хат жазасыздар, оны директоріне алып хабарласасыздар. Оны burada мен де шешпеймін. жоқ, не арнайы қағаз алу керек сондай дейсіз ба соны? А былай сұрамаймыз ба? Не себепті? Не себепті сұрамаймыз? Осыға дейтін Жоқ, не себепті? қызмет хат жазасыз, сосын өзінің мақсатыңыз не үшін түсірейін деп жатсыз, соны бәрін жоқ, былай сөз айтсам өзі директорының хатпен алып барлық қалай хабарласақ болады мына жерде? ертең дүйсенбі күні хабарласасыз. Біз тұрмын не болады? Просто нөмірін берсең сөйлесе алмаймыз ба? Неге екенін білмеймін достар, бізді жақтырмай тұрғаны бірден білінді. Өздеріңіз естіп тұрғандай, директордың нөмірін алып, өзімен сөйлесуді жөн көрдік. Директор. Мәулен, е? Осы кісімен сөйлесіп, рұқсат сұрауға болады, е? Ол заңды түрде қызмет хат жазасыздар. Бәрі заң болып, қызмет хат жазып, түсіп, директорға қызмет хат жазып, осы не мақсатта түсіріп жатқандары, не үшін түсіріп жатқандары. Барлық телевизия. Олар рұқсат бермеуі де мүмкін. Рұқсат бермейді, не үшін түсіріп жатсыздар. Только мысалы бұл жерде түсіруге басқаша немен қайтатын. Басқаша? Басқаша қалай шығаруға болады? Бұны түсінікті, осы кісімен, е? Сіз не қылмайсыз, е? Жақсы, мұны. Рахмет үлкен. Жақсы. Естіліп жатыр ма? Болды ғой, е? Достар, біз міне өздеріңіз естідіңіздер. Жалпы соншалықты не ол жерде не қорғап жатқан түсініксіз, бірақ ол жерге рұқсат бермеуі де мүмкін екен сөйлем. Енді қазір біз осы музей қорының директордың телефон нөмірін алдық. Қазір сол кісімен хабарласып, қалай не істеп түсіруге болатынын көреміз. Бұл жерде қазір біз қағаз жүзінде жазып, рұқсат сұрап, бұл жерде күтіп десек, бір айдың шамасы нақты кетейін деп тұр. Сондықтан да қазір біз телефонмен нақты сөйлесіп, түсіруге болатын болмайтынын біліп, болмаса, енді білесіздер қалай түсіру керек. Солай барамыз. Дауыс естіліп тұр ма, звондап отырмын. Қазір достар, мына басшысына звондап жатырық. Ясауи осы музей. Әзірет Сұлтан жаңағы. Алло? Мәулен аға, ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Мен бір сұрайын дегенім, бүгін мысалы хат жазсақ, дүйсенбі күні ала аламыз ба? Соны біраз. Иә, дүйсенбіге съемка жасай аламыз ба? Иә, жасай аласың. Бізде андай жоқ, 2 апта күту, жаңағы біз келіп сразу береміз бірден, жаңағы. Онда бұйыртса аға, дүйсенбі күні мысалы күндіз түсіруімізге болады, иә? Біз бүгін жазып жіберсек хатты. Иә, сен бірақ хатта не түсіретінін көрсет. Болды. Жақсы аға, рахмет сізге. Достар, біз бір күн өтті, бір күн емес, енді 1,5 күн өтті келгенімізге. Сенбі, жексенбі, бүгін дүйсенбі. Біз сенбі күні келіп, түсірім жасамақшы болған едік, бізге хат жазды еді. Сенбі күні Дидар хатты жіберді, бізге ешқандай жауап келген жоқ. Әзірге сағат енді бірақ таңғы 11 болып тұр. Бірақ Мәулен аға бізге айту бойынша енді жауап береміз деген лезде. Бірақ қазір звондап жатырмыз, телефонын көтермейді. Сондықтан да қазір Әзірет Сұлтан, иә? Әзірет Сұлтан мекемесіне арнайы келе жатырмыз енді. Өйткені электронды пошта ешқандай жауап келген жоқ. Әлеуметтік желідегі парақшасына жаздық. Ол жақта да ешқандай кері байланыс болмады. Енді мүмкін қолдары босамай жатқан шығар, енді біздің уақыты, сондықтан мекемеге арнайы келдік біз. Қазір енді тағы рет хабарласып көреміз. Не дейді, қалай дейді, соны анықтайтын боламыз. Қазір звондай берейін, иә? Сразу. Звондап отырмын. Занятты басып отыр, өзі күдік түседі. Қазір ғана күдік түсаған негіз. Енді звондасаң қайта занятты басып отыр. Кетіп бара береміз, иә? Біз кеттік, бара береміз. Қазір көрейік. Мен машинаны құлдамадым қазір. Мына кесене. Сол жаққа барамыз. Негіз. Бай керемет ана жерлер, иә?
қаншама адам жұмыс істеп жатыр, қараңызшы. Ана тазалап. Енді бұл жаққа енді көңіл шынымен де өте қатты бөлінген. Газондар. Енді жүрген кезде шынымен туристік бағыт жақсы. Жаңағы дамып жатқанын көресің. Қуанасың. Достар, мына кеңсесіне келдік. Қазір ол кісінің өзіне баратын боламыз. Достар, мына кеңсесіне шықтық, артымызда кеңсесі қалды. Жалпы біз кірген кезде біздің хатымызды алды. Шыны керек, солай айту керек біз. Хатты алып, дайындап, оқып жатқан екен. Енді бірден оған да рахмет, негізі бірден қарап, бізге қажетті интервью беретін адамдарды тапсырды. Қазір сол кісілермен сол УКШ-да жолығып, солармен сұхбаттасатын боламыз. Жалпы қазір жолға шығып бара жатырмын. Ал достар, біз келдік. Қазір бізді осы жердің мамандар күтіп жатыр. Солармен сұхбаттасып, осы жердегі мән-жайды толық анықтайтын боламыз. Достар, енді мынаны оқып беру, жаңағы түсіндіру бәріне таңсық емес деп ойлаймын. Бұл жалпы УКШ-та елімізге танымал жер. Сондықтан да бұның тарихын меніңше 80-90% адамдар біледі. Сондықтан да бізге бұл емес маңызды. Осы жермен болып жатқан үрдіс, дәстүр сол маңызды болып тұр. Негізі бүгін дүйсенбі. Бірақ дүйсенбі болса да көліктің қарасы мына жерде өте көп екен. Бұл жерде тек қана жаңағы сенбі, жексенбі демалыс күндері ғана адамдар келмейді екен. Бұлай жұмыс күндерде адам толық осы жерде келіп, зиярат етушілердің қатары көп екен. Соның көліктердің санынан байқауға болады. Кішігірім ақпарат айта кетсем, мен есімде нақты емес, бірақ шамамен 6-7 сыныптарда мен осында келгем зиярат етуге. Бірақ бұл жер мүлдем басқаша болатын. Мынандай тас жол, жаңағы ағаштар жоқ десем де болады. Ол шамамен 15 жылдай болды оған. Енді қазір қарасаңыздар, керемет жасап. Енді шынымен туризм жағына баулып тұрма, жоқ әлде басқа жағына баулып тұрма, қазір білмеймін. Бұрын адамдарға зиярат ету үшін сол бағыттаған адамдар келетін. Қазір енді кішігірім қандай бизнестер жасап жатыр мына жерде, соңында көрейік. Достар, мына шырақшының үйі. Қазір осы жерге барып сөйлесеміз. Достар, кіре салып дастархан басына отырмыз. Бұл жерде бізді жаңа Әзірет Сұлтан мәдени қорық қоя музейінің өкілдері Олықбек ағамыз бен Сәлімжан ағамыз күтіп алды. Қазір жалпы осы жерде болып жатқан жағдайда тарихы туралы осы екі кісі бізге түсіндіріп беретін болады. Әзірге қазір шай ішіп алайық. Достар, қазір біз УКШ-таның кесенесінің алдында тұрмыз. Жалпы осы ғимарат қалай реконструкциядан өтті, жалпы мына жердегі абаттандыру жұмыстары бойынша, жалпы қазір байқасаңыздар, енді келушілерге жағдай жасалған. Соның бәрі қашан жасалды, қалай жасалды, оны бізге Әзірет Сұлтан мұражайынан өкілі бізге түсіндіріп айтып беретін болады. Мен есімім Салқаджаев Сәлімжан болады. Мен Әзірет Сұлтан ұлттық музей қорығының тарихи мәдени ескерткіштер қорғау бөлімінің инспекторы боламын. Дәл қазір біздің тұрғанымыз бұл жаңағы УКШ-та кесенесінде біз тұрмыз. Онан кейін бұл УКШ-та шамамен 55 шақырым жерде Түркістан қаласында оңтүстігіне қарай Қаратау кеңесінде орналасқан.
Бұл енді тарихын келетін болсақ 1940 жылдары мынау үлкен кісі жаңағы Қари деген кісі осы жерді мына жаңағы не алған тапқан ба қалай? 5 гектар жер бастапқыда жаңағы 32 метр жаңағы несі болған, бейіт болған. Онан кейін бұл жаңағы өз жаңағы несімен алып осы 5 гектар жерді алып, онан кейін осы жерде бау-бақша жаңағы екізген болатын тұғын. Кейін мынау жаңағы 89-90 жылдары уже халықтар жаңағы жиналып, жергілікті халықтар осына қазіргі таңда көріп тұрған мына жаңағы нені, кесенені жаңағы ғимаратты жаңағы салғызған болатын тұғын. Сол енді Үкаш ата кесенесі мен жаңа айтып кеттік, Әзірет Сұлтан музей жаңағы қорығына қарасты. Бұл музей республикалық мәртебесі бар. Манеки сол себептен үлкен былай қарап кеткенде ескерткіш. Қазіргі таңда көптеген жаңағы зияратшылар, туристер жан-жақтан қазіргі таңда келуде. Манеки өздеріңіз көріп отырсыздар, адамдар келіп жатыр жан-жақта. ТМД елдер мемлекетінен жаңағы басқа жақтан да өзіміздің Қазақстаннан ішкі түкпір жаңағы жерлерінен Қазақстанда көптеген туристер мен жаңағы зияратшылар келуде осы жерге. Сәлімжан, менде бір сұрақ. КСРО уақытында 70-ші жылдары бұл осы жерде болған ғимарат жермен жексен дейді. Оның себебін енді сол кездегі ғалымдар бұндай адам мүлдем өмір сүрмеген, бұндай адам мүлдем болмаған дейді. Енді сол мысалы зерттеулерді сіздер қарадыңыздар ма? Одан кейін халық өзі тұрғызып, осын жасат деп айттыңыз. Жалпы осы жайлы не айтасыз? Мен енді айтайын, енді мынау біздің жалғыз тек қана мынау Үкаш ата емес, бүкіл мынау оңтүстік лагерь жерін алатын болсақ, мына Түркістан әсіресе алқабында көптеген мынау жаңағы қасиетті, мысалы мына киелі орындар өте толы. Сол себептен мынау енді бұрын мынау 70-ші жылдарда айтып жатыр, 60-ші жылдарда бұл КСРО уақытында енді ол кезде өздеріңізге бәріңізге мәлім атеизм жаңағы ол кезде несі қатты жаңағы ұран соққан сол уақытта көптеген жаңағы киелі жерлерге, қасиетті жерлерге мән бермей, манеки даже егер ол жерлер болғанмен де ол жерлерге қаралмай, манеки сондай жаңағы рұқсат етілмеген ба? Рұқсат етілмеген деп мен өзім ойым жаңағы манеки. Ал енді бұл Үкаш ата басқа да мысалы например киелі жерлер, киелі орындар мысалы былай қарап көрсеңіздер, көптеген жаңағы тарихқа, аңызға да мысалы өте толы. Ол бүкіл халықтан бұрыннан келе жатқан, сонау еще КСРОдан патша өкіметтің кезінде, оның алдында да бұрын көптеген халықтың аузында болған. Сол себептен мен өзім ойлаймын, ол енді 60-70-ші жылдары Кеңес одағының жаңағы жасаған жаңағы несі, сол арқылы ұмыту үшін, дінді өздеріңізге жою үшін жаңағы халықты бір келкі жасау дегендей, сол себептен жасаған жаңағы сондай саясаты деп ойлаймын. Саясат деп ойлайсыз ба? Өзім жеке жаңағы жалпы бұл субъективті жаңағы не, ол көзқарасым. Жалпы бұл халық танығалы бері қанша уақыт өтті бұл жерде? Енді бұл сұрақ... Жаңа 50-ші жылдары шырақшы дедіңіз ба бір кісі? Одан алдын білінген ғой, білген ба? Жоқ әлде? Одан алдында да білінген шығар, мен оның точнысын сізге не қыламаймын, өйткені мен ол кезінде өзім болған жоқпын, алған жоқпын. Сіздерде ақпараттар бар ма деген ба? Ақпараттар енді бізде айтып жатқан мәліметтер бар, енді көп. Мысалы, например, аңыз туралы бойынша, тарих бойынша келеді мінекей. Біз енді тарих жолын дәлелдейміз, дәлелдеу керекпіз. Жаңа айтып жатқан археологиялық жаңа қазба арқылы, жаңағы реставрация арқылы жұмыстар, мысалы, көптеген жаңағы бас сүйектер, жаңағы өзіміздің кесене жақтар, мысалы, әлі күнге дейін, мысалы, например, табылады, кеше күнге дейін, мысалы, оның бәрі алып жаңағы Алматыға алып зерттеледі, оның тек қана бір қоя салып жаңағы атын жаңағы қоя салмайды, оны пәленше ғасырда пәленше деп жоқ. Оның бәрі күрделі жаңағы неден зерттеулерден өтеді. Алматы, үлкен қалалардың Астанада өзінің жаңағы институттары белгіленген. Онан кейін сосын барып олар тарихшылар жаңағы комиссия құрып, оны жаңағы арнайы жаңағы сөйтіп барып жаңағы үлкен ғалымдардың жаңағы несі бойынша, пікірі бойынша, мінекей сөйтіп жаңағы бір қорытынды бір жаңағы неге келеді, шешімге келеді. Сол себептен оны былай просто жаңағы айта салу ол кезінде болып деген, мен оны ойлаймын, ол ондай нәрсе емес, өйткені оған көптеген жаңағы нелер, жұмыстар жаңағы жасалған. Жаңа сіз айттыңыз, қазір мемлекеттің қарауында дедіңіз. Мемлекеттің қарауында қай уақыттан бастап өтті, қанша жыл болды? Мемлекеттің қарауында біз жаңағы Әзірет Сұлтан, бұл жаңағы Үкаш ата
біздікі жаңағы Әзірет Сұлтан музейі жаңағы 78-ші жылдан бастап жаңағы не қылды бастапқыда, кейін 80-ші жылдар біраз жаңағы нелер не қылды. Мен білетін, мен өзім 2018 жылда келдім жұмысқа. Сол 2018 жылдан бастап бұл жаңағы УКШ-та осы Әзірет Сұлтан музейі. Жалпы негізі қашан өтті? Бұл сұрақты не аласаш? Жоқ, маңызды сұрақтар ғой бұл, қалай? Әзірет Сұлтан музейінің қарауында болды 2018 неше жыл болды? Мен ары қарай сұрақтарым бар. Сен именно не подготовленный сұрақтар қойды кезінде жаңағы жарайды, ары қарай кетейік. Цифра датада конкретно болған. Бәрінде сен келе жатқан кезде айтуың керек еді. Мен ар жақта подготовленный болып, жаңа бүкіл құжат алып шығатын едім. Жоқ, енді ол сама-собой шығып кететін сұрақтар ғой, қалай дайын боламын мен. Жоқ, мен енді қайда білемін. Өзімді күтпеймін ғой. Иә, жалпы мемлекет сіздерге өткеннен кейін қандай өзгерістер болды бұл жерде? Так, өзгерістер дейсіз ба? Енді өзгерістер көп тұрсыз ғой, көптеген өзгерістер болып жатыр. Бұнда адамдар келіп жатыр, мінекей условия, жапқыда мына таулы жерлерде условия жасау керек. Мінекей, чтобы туристер, мына жаңағы зияратшылар көп келу үшін не істеу керек? Бұйға бірінші жаңағы мынау свет желісін, мінекей, тоқ желісін, жаңағы су дейміз мысалы, коммуникация жаңағы нелерін, жаңағы құрылымын жасау керек. Мінекей, біраз жұмыстар жасалды. Атап кететін болсақ, мысалы, например, асфальт төсеністер, жолдар төселді, сырт жақтан келе жатқан жаңағы нелерге. Одан соң оның жаңағы мынау жақ қоршау жаңағы несінде біраз нәрселер қоршалды. Қазіргі таңда жаңағы автотұрақ жаңағы несі сол жаңағы салынды. Мына жаңағы кіре берген кезіңізде мысалы дәретханалар бұрын кішігерім жаңағы сосын жаңағы неге сай емес тұғын, қазір үлкен жаңағы дәретханалар жаңағы жаңағы нелер не қылатын жаңағы дәрет алатын жаңағы жерлер мінекей салынды. Мінекей біраз жұмыстар жасалынды, бірақ көптеген әлі жұмыстар жасау керек. Мен өзім ойлаймын. Себебі өйткені үлкен автотрасса мысалы жолдарын жаңағы келе жатқан кезде көріңіздер, бұл енді біздің жаңағы немізде емес, қолымызда емес. Мінекей ол үшін үлкен трасса арнайы бір жол салынатын болса, мысалы жаңағы өзінің жаңағы жол көрсеткіштері жаңағы көбірек болса, УКШ-та қай жерге направление жаңағы қай жерге кетіп жатыр деген бағыты. Иә, көбісі біраздар адасып кетуі мүмкін жаңағы жолдан. Сол мінекей сосын келе жатқан жолдың өзі де жаңағы таулы жер болғаннан кейін бұрынғы ескі жаңағы 2014 жылдармен жаңа жолда салынған. Иә, содан бері әлі ол жаңағы жол ремонтталған жоқ. Сол нәрсе. Ал енді мына өзіміздің жаңағы тарапымыздан бұнда бір нәрсе мен сіздерге айтып кетейін. Ол жаңағы өзіміздің тарапымыздан болғанда Әзірет Сұлтан музейі, ол мына жаңағы министерство жаңағы бізде не бар, мәдениет және ақпарат қазіргі таңда министрлігі соған қарасты. Жыл сайын ақпарат министрлігі жаңағы өзін жаңағы финансирование бөліп отырады, беріп отырады. Бірақ енді білесіз ғой, министерствода қаншама мысалы музей оның алдында қаншама көптеген жаңағы мәдени жаңағы нелер бар. Сол сияқты жаңағы біз жаңағы өзіміз Әзірет Сұлтан музейі күші келгенше және демеушілердің тарапынан арнайы кейбір демеушілер келеді, көп көмектеседі. Жаңағы бір скамейкалардың мысалы алып беруге, немесе жаңағы краска жаңағы беру үшін, қоршап беру үшін мысалы сондай ұсақ түйек жаңағы жұмыстарды демеушілер арқасынан да өзіміздің музейдің жаңағы арқасында біз енді қолына келгенше жасап отырмыз. Демеушілер өздері келеді ме сонда сіздерге? Демеушілер келеді. Иә, олар айтады мысалы, например, енді қандай көмек бере алсақ болады, енді өзінің жағдайына қарайды енді әрине. Иә, сөйтіп айтады, мына скамейка мысалы немесе ана отырғышын алып берсек бола ма, жоқ мына кіші жерімді жаңағы бір брусчатка төсеп берсек бола ма деген сияқты жаңағы. Мен сізге жаңа айттым ғой, мен 6-шы сыныптарында келгем осында деп. Иә. Мына жерде мүлдем еш нәрсе жоқ еді. Бұл жер, ол құдыққа дейін тағы бір шақырымдай жол жүресің ғой. Иә. Құдық ол кезде тек қана өзі жалғыз тұратын жотаның үстінде. Қазір қандай өзгерістер болды сіздерге өтіп? Так, енді біз енді мынау күнделікті құдық жақта қалай жөндедіңіздер, не істедіңіздер? Құдық жақта енді бүгін барып көрсеңіздер, көріп отырсыздар, ол жақта да біріншіден автотұрақ салынды. Оған сонда бөлек баруға болады ма? Машинамен? И так бөлек жол өзі негізі құдыққа баратын жол. Бұрын жаяу жүретін едік ол жақта. Бұрын жаяу жүретін. Көрдіңіз ба? Қазір жол бар ол жақта. Арнайы жол мінекей көрдіңіз. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, 6-шы сыныптан бастап мен келген жоқпын. Қандай мысалы нелер бар? Өзгерістер бар деп. Автотұрақ жаңағы жолы салынды. Стоянка. Так, одан соң бастырма арнайы жаңағы өйткені құдыққа келген кезде көптеген зияратшылар не істейді, олар жаңағы очередь болып қалуы мүмкін, күтіп қалуы мүмкін. Сол себептен ол кісілердің жаңағы чтоб не алмау үшін арнайы жаңағы бастырма жаңағы салынған сол жерде отырып жаңағы демалып немесе жаңағы очередьтің күтіп дегендей сондай сияқты. Сосын мына жағында жаңағы тағы да дәретханасы бар. Мысалы бұрын дәретханада ол жерде жоқ болатын тұғын. Келушілер көп екен.
осы жалпы саны бар ма? Айына осынша келеді, бар, жылына осынша? статистика бар бізде. Енді қазір точно нақты айта алмай, бір әр айдың соңында бізде мына жаңағы УКШ бойынша так бізде жаңа қорықшыларымыз бар. Осы жерде қорықшыларымыз бізде жаңағы өзінің арнайы журналы болады. Онан кейін сол журналға жаңағы міндетті түрде жаңағы тіркейді, кім қай жақтан келді. Яғни жаңағы ересектердің саны, жалпы жаңағы балдар болса, жаңағы балдардың саны деген сияқты. Соның ішінде жаңағы шетелден келгендер қанша, внутренний жаңағы Қазақстаннан келген қанша деген. Бұл статистика міндетті түрде жүріп жатыр. Ал енді мысалы осы жерде мен қарасам, бірнеше адам бір қызмет етіп жүрген сияқты. Ол кісілер сіздерге тіркеліп айлық алады ма белгілі бір? Жоқ әлде қалай еңбегін ақысын без комментариев, мен оны білмеймін. Ол бухгалтерия вопрос. Жоқ, енді сіздерге тіркелмеген ба? Кімдер именно? Шырақшы, оның бір қасында жүрген бір жігіт жүр. Жоқ, шырақшы, бізде шырақшы деп айта алмайды, во-первых. Бізде қорықшы деп айтылады. Онан кейін қорықшы дейді. Енді қарапайым халықтың оны шырақшы дейді ғой. Себебі мысалы келген кезде Құран оқиды, жаңа не қылып шырақшының жағын несін. Фактически ол негізі қорықшы, шырақшы деп белгілемеген, қорықшы ол негізі. Қорықшы, иә. Ол қорғайды. Осыны қорғайды, территорияны жаңағы нелер. Қарайды дейсіз ғой. Иә, қарайды жаңағына суына, бағына, несіне деген сондай сияқты жаңағы арнайы нелер бар. Ол кісі сіздерде тіркелген. Бізде тіркелген. Сіздерде жұмыс істейді. Ал қасында жүрген ол өзі еркімен жүрген балдар ма? Жас балдар. Қасында жүрген балдар біріншіден көрген жоқ. Мына іске көмектесуі мүмкін. Мына территорияны жаңағы алу үшін. Жалпы штат бойынша бір адам иә осы жерде. Штат бойынша, иә, штат бойынша жаңағы бір адам иә. Айлығын білуге болады ма? Қанша айлығы болады? Бухгалтерияға барып білесіз, ол мен айта алмаймын. Мен оған ақша беріп жатқан жоқпын. Мен жаңағы жалпы келушілерден садақа деген сияқты болады ма? Нелер? Садақа осында келетін, түсіп келетін, мысалы өз еркімен беріп кететін адамдардың мысалы ол осында қолданылады. Болса болатын шығар енді. Қайда жұмсалады? Так, ол енді арнайы не берген жаңағы не бізде жаңағы не бар ғой, ішке кірсеңіз сейф бар. Иә. Анакей сол сейфке жаңағы садақаны келген келушілер сол сейфке жаңағы не алып салынады. Ол сейф Әзірет Сұлтан музейінің арнайы өзінің жаңағы шоты бар, иә. Сол шотқа фондқа қарай бөлінеді. Ол шоттан ары қарай ол жаңағы неге распределяет, хозяйственный жаңағы күрек алу керек, мынаны лопат алу, мынаның бәрін ол қаражаттың бәрі өзіне қайтадан жұмсалады. Өзіне жаңағы сондай жаңағы нәрселер болады. Өйткені мынаның бәрін жаңағы не қылу үшін, безендіру үшін, жаңағы қарау үшін не керек, жаңағы строительный материалдар деген сияқты, жаңағындай құрал саймандар деген сияқты сондай нәрсе. Сондай керек, иә. Рахмет сізге, Сәлім жаңаға. Иә, қош келдіңіздер, келіп тұрыңыз. Келесі бізге сұхбат берген кісі Ұлықпан ағамыз. Бұл кісі жалпы осы УКШ кесенесі мен жанындағы құдығы жайлы тереңінен ақпарат берді. Іші жаңа айттым, құрал сайманның ешқандай ізі жоқ оның қазғандығында. Кәдімгі түбіне түсіп барған аузы кәдімгі кең болған. Бері уақыттарда адам құлап кетпесін, түсіп кетпесін деп сәл тарылған болу керек. Қазір барсаңыз білінеді, бетін бетондағаны да. Онан кейін оны кеңес үкіметі кезінде атеистік қоғам болды ғой мәселен. Сол кезде оның бірнеше мәрте бетін жауып тастаған екен. Содан оның үстіне келіп жаңағы жүк машиналарымен келіп даладан келіп топырақ таста келіп төккен бірнеше мәрте. Сол топырақ тас төгілген орны бар кәдімгі. Тура жағылған жерінде сол жаққан нұқта төгілген не тұр, төбеден төккен. Содан түн жаққа қиғы сайлау болып кетеді, сол сай жағында су жатыр, шетке таман жақта. Ол анау кәдімгі неден түскен жерде емес, сол су бір шетте емес. Ал анау төбеден тастаған ненің бар, жаңағы көтеріп біраз кәдімгі жауып қойған орындары бар. Оқиға сол сізге қай кездері түстіңіздер сол ішіне? 2013 болу керек. Ол кезде видеоға түсіріп естімедіңіз бе? Ол түсірмедік. Жалпы одан бері түскен адамдар болды ма? Одан бері де жалпы түсіп, мына шелек тастаған кезде жіп үзіледі ғой. Сонда шелек қалып қояды. Сол шелектер жаңа бір-біріне су тартқан кедергі болмасын деп, жиналып қалмасын деп, таты суға неғылмасын деп, оны жылына бір мәрте жиналып, 2-3 жылда бір кім түседі оған? Кімнің мойнында ол түсу? Осында қызметкерлердің мойнында. Қорықшылардың мойнында. Ал ана тесігін байқасақ, шынымен де сіз айтқандай, қазір үлкен емес. Енді сәл толық адам о жерге сыймайтын сияқты дейсің. Сол әдейі жасалған дейсіз ғой, адамдар құламаған. Құлап кетпей үшін. Кәдімгі бет аузын құлттап қоятындай, оны да жасап қойған түнгі уақыттарда. Жалпы енді УКШ-ның ғимарат туралы түсіндіріп жіберіңізші. Неліктен бұлай салынды? Қанша бөлмеден тұрады соны? Бұл өзі қазір 2 бөлмеден тұрады. Ішкі бөлмесі корпустар өте ұзын. Оның ұзындығы 25 метрге жоқ. Оны кеше Кәміл Қар деген шақшы өткен соғыс кездерінде, уақытында, советтің кезінде.
сол кісі өзі осы төңіректің кісісі, Қарнақ деген ауылдың кісі. Қарнақ дегенде өзі осы төрт Орта Азияға өте белгілі заманда қалалардың бірі болған. Иә, сондай үлкен медресе болған. Ол жерде қанша біздің қазақтың ұлы тұлғалары мәселесі ол жерде дәріс алған, білім алған. Сол Қарнақты туып өскен тұлға. Ол кісі жалпы әулие деп айтады. Әулиелігі сонда сол заманда мынау жан-жақтан зияратқа келеді ғой. Соны зияратқа келетқан алдынан да біледі екен. Соны алдарынан шығып Қарнақтан күтіп алады, күтіп алғаннан кейін сендер бірінші соны үйіне келеді ғой. Біз осы жаққа бара жатырмыз деп сұрап біз осы жаққа барамыз. Сендер бара беріңдер, мен барамын дегенше алдар машинамен кетіп қалса, бұл қараса осы жақта су суғарып жүреді. Әуелі соңында. Онан кейін бұл кісі жаңағы енді ұзындығына байланысты айтайын деп жатқаным, түсіне кірген екен бабамыз. Менің тізімнен төмен қарай сыртта қалды дегеннен кейін жаңағы ұзартқан дейді қабірін. Жалпы жырларда бұл кісінің өзін жалпы ұзын деп айтады, ұзын болған деп. Жаңағы Мәшһүр атамыздың кітабында жаңағы сырықтай болған дейді да бойы. Құрықтай болған дейді. Құрық деген атқа тастайтын не ғой, құрық дейді қойған кезде қандай ұзын болады. Сондай шүйде отырған кезде мәселен аяғы жерге тиетін деп айтылады мәселе сол жырлардың ішінде. Енді біздің нелерде бойдың өлшемі жаңағы пәлен метр түген сантиметр деп айтпайды. Үш түрлі айтатын болған адамның бойының. Құрықтай, сырықтай, тұрықтай. Сырықтай болып өсіп дейді ұзын бойлы адам мәселен. Тұрықтай деген кішкентай дегені мәселен. Біз жаңа сізге айттық қой, біз бірінші Жаңақорғанға барып келдік деп. Жаңақорғанда Қорасан ата деген ол кісі алғашқы дін таратушылардың бірі дейді. Сол жерге қарайтын шырақшылардың ақпараты бойынша. Сол кісіден қалған тудың басы, лауқасы, белгісі сақталып қалған екен. Енді одан 1000 жылдан асып кеткен. Соны бізге көрсетті. Жалпы осы жерде де бір зерттеулер болып, бір жәдігерлер табылды ма? Сізді енді бір шама жылдан бері жұмыс істейсіз ғой, сондай бір естілді ма? Енді жаңалықтар болды ма сондай? Ондай заттай жәдігер жоқ. Заттай жәдігер сол жаңағы бабаларымыздан қалған жырлар ғана. Заттай жәдігерлер дейсіз ғой. Нақты жаңағы бір зат ретінде әзірге ондай болашақта табылып қалуы мүмкін ба? Зерттеулер жоспарға алынған ба вообще? Жалпы ондай болашақта ондай не жоқ жалпы. Қабірін қазып деген секілді ондай не жоқ. Мәселен кеңестің уақытының кезінде жалпы қазып көрген екен дейді. Мен жатырмын, бар ма екен, жоқ па екен деп. Бірақ қазып келе жатқан уақытта жаңағы бүлдозер бұзылып, содан тоқтап жаңағы ары қарай қазбаған деген әңгімелер бар. Соған негіздеп 70-ші жылдары бұзып тастаған ба? Жоқ деп? 70 емес, кешегі берді музей қорық болып қай 89-дан бастадық па, сонда сол музей қорық болған кезде кәдімгі қазу жұмысын жүргізген екен. Кәдімгі сол адамдар жіберіп, осыны қарап көріңдер дегенде, адам бар ма жоқ па деген сондай секілді не болған, тапсырма болған. Жалпы әзірге нақты бір мынандай сүйегі шықты, қолының сүйегі мынандай шықты деген мәлімет жоқ. Ондай мәлімет жоқ. Өздеріңіз естігендей достар, қазба жұмыстары 90-шы жылдары болған екен. Ал оны қазып жатқан техника тоқтап қалды, ары қарай қазалмай қалды деген аңыздар менімше еш нәрсе таба алмағандықтан шыққан сияқты. Алайда сену-сенбеу ол өз еріктеріңізде, менің әңгіме барысында түсінгенім осындай болды. Неге ұзын қылып салды? Неге ұзын? Неге қанын да есепке алды, соны айтыңызшы. Енді аяқ асты болмасын деген нәрсе ғой. Бұл әулиелердің сүйегінің қорламау мәселе. Аяқ астында болмасын деп мәселе жасайды. Құрмет былайша айтқан уақытта. Исламда жалпы құрмет өте жоғары қарайды. Құлшылыққа қарағанда құрметке жоғары қарайды. Біз жаңа қолжазбаларды қарап отқан кезімізде айтады, адам ғибадатты тәрк қылса дейді, ол фәжір болады дейді. Ал құрметті тәрк қылса кәпір болады. Яғни құрметтің несі жоғары. Құдыққа түсу қиын болды ма? Құдыққа түсу қиын болған жоқ, шығу қиын болды. Өйткені 25 метр, ол жаңағы іші тас қараңғы. Іші тас қараңғы, онан кейін оған физикалық та күш керек, былай жоғары қарай шығу үшін. Былайша 9 қабат нәрсе ғой. 9 қабатқа өзіңіз жаңағы темірден істелген нәрсемен шығып көріңіз дейді. Темірден қалай? Вертолетный сатықса темірден істелінген ғой, ортасында жаңағы неме қылып та. Содан бүйтіп шықтыңыздар ма? Қолдың қары деген талып кетеді. Сондай физикасы мықты балдар болдылар, зу өтіп шығады. Енді өзіме жайлы айтып жатқан ғой, қиын болмай түсуден. Сіз қалай түстіңіз? Не себеп болды? Біз сол қыстың ауасы жаңағы адам жоқ, сол сәтті пайдаланып ішін тазалап алайық деп мақсатта түстік. Не шықты ішінен?
ішінен тек шелектер шықты. Одан кейін жаңағы адамдардың онша тиымдары түстенмайды, жаңағы тиым тастайды ғой. Жаңағы қабыл болсын деп садақам деп, ана адамның қолына беріп сояққа тастаған қабыл болатын жаққа халықта сондай бір түсінік бар ғой. Жаңағы Тайқазанға да келді, алғаш келген кезде бәрі жаңағы тиымдарын садақасын қазанға қарай лақтыратын да мәселен. Сол секілді бұл кісінің құдығына тастап сондай садақам деген секілді. Аз ғана сол тиымдар. Рахмет аға, сізге үлкен рахмет. Достар, Әзірет Сұлтан музей қорығының өкілдерімен сұхбаттасқан әңгімеден менің бір түйгенім, бұл жер тек қана аңызбен байланысқан сияқты. Нақты ақпараттар, нақты бір жәдігерлер, фактілер де сақталмаған екен. Ал келесі серияда осы сөзімізге негіз ретінде осында 25 жыл қызмет атқарып, құдықтан су шығарған кісімен сұхбаттасатын боламыз. Ол кісінің пікірі қандай? Бұл жердің қандай сырын білген? Не себепті ол кісі қазір мұнда жұмыс істемейді? Соның бәрін бірге білетін боламыз. Міндетті түрде достар, видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып, өз ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Бәрін айтпадым. Жақсы жігіттер. Жақсы ата.